Туды 8-ші тарау бойынша өсімді тексер тапсырмалары. Бірінші берілгені. Бірінші f от x тек x косинус 2x болса, ода f от x-тің тудысы табу қажет. x-тің тудысы көбейтілген косинус 2x плюс x көбейтілген косинус 2x-тің тудысы. x-тің тудысы бізде 1, сондықтан косинус 2x, ал косинус 2x-тің тудысы бізде минус 2 синус 2x. Минус 2x көбейтілген синус 2x. Бізде бұл жауап В жауапта тұр, демек бұл тесттің жауабы. Келесі екіншісі. Онда f от x-тің тудысы тауып, x-тің орнына 2 деген мәнді қойып, оны есептеуіміз қажет. Бізде f от x тең төберасты x квадрат плюс 5. Біздің тудысы табу қажет. Бұл 1 бөліккен 2 көбейту төберасты x квадрат плюс 5 және көбейтілген x квадрат плюс 5-тің тудысы. X квадраттың тудысы бізде 2x болады. 2x бөліккен 2 көбейту төберасты x квадрат плюс 5 деп алайық. Енді f2-ні табамыз. 2 көбейту 2 бөліккен 2 көбейту төберасты 2-ді квадраты плюс 5. 4 бөліккен 2 көбейту 3. 6-дан 4, бұл дегеніміз 3-тен 2. Демек жауабы С. Келесі үшіншісі. F от x табу керек. 4 минус 2x квадрат минус 3-тің 3 дәрежесінің тудысы табу қажет. 4-тің тудысы 0 болады. Минус 2x квадрат минус 3-тің 3 дәрежесінің тудысы көбейтілген 2x квадрат минус 3-тің тудысы. Тең болады. Минус 3 2x квадрат минус 3-тің квадраты көбейтілген 4x болады. Демек, минус 12x көбейтілген 2x квадрат минус 3-тің квадраты. Бұл бізде Д жауабына сәйкес келіп тұр. Минус 12x көбейтілген 2x квадрат минус 3-тің квадраты. Келесі төртіншісі. F от x тең синус квадрат 3x плюс 2-дің тудысы. Синус 3x плюс 2-дің көбейтілген синус 3x плюс 2. Синус 3x плюс 2-дің тудысы көбейтілген синус 3x плюс 2 плюс синус 3x плюс 2-дің тудысы көбейтілген синус 3x плюс 2. Синус 3x плюс 2-дің тудысы бізде 3 косинус 3x плюс 2 болады, және көбейтілуі синус 3x плюс 2. Плюс, мұнда да солай 3 косинус 3x плюс 2 көбейтілген синус 3x плюс 2. Тең болады. Тең болады 6 косинус 3x плюс 2 көбейтілген синус 3x плюс 2. Бұл тең болады 3 синус 6x плюс 4-ке. Төртіншісі де 3 синус 6x плюс 4 деген жауап қайдан шықты деп жатқан шығарсыздар.
жауап жазып қояйық. Жауабы С болады. 3 синус 6х плюс 4 деген. Неге 3 синус 6х плюс 4 шықты? Жалпы 2 және 3 еселі аргументтер формулалары бойынша 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа бізде тең болатын синус 2 альфаға. Бізде дәл осы жағдай болып тұр. Бірақ бізде сәл өзгешелеу. Бізде 6 косинус 3х плюс 2 көбейтілген синус 3х плюс 2 болып тұр. Байқап тұрсаңыздар, мұнда альфаның орнында бізде тек 3х плюс 2 деген сан тұр. Демек, мұнда синус альфа көбейтілген косинус альфаның алтыда 2 болған болса, бізде 6 тұр. 6-ды 2-ге бөлсек, бізде 3 болады. Одан кейін синус 2 көбейтілген 3х плюс 2. 3 синус жақшаны ашсақ 6х плюс 4 болады. Осы біз 2 және 3 еселі аргументтер формулалары бойынша осы формуланы қолданып шығардық. Келесі 5-ші есеп. Мұнда 5-шісінде f от x тең 5х плюс x-тан 1 плюс 2 түбір асты x болса, онда f от x-ті туындысы тауып, x-ті орнына 1-ді қойып жазуымыз қажет. Туындысын табайық. 5х-тің туындысы 5 плюс x-тан 1-дің туындысы минус 1 бөлінген x квадрат плюс 2 бөлінген 2 көбейтілген түбір асты x. Бұда 2 мен 2 жойылады. Сонда 5 минус 1 бөлінген x квадрат плюс 1 бөлінген түбір асты x. f1 тең 5 минус 1 бөлінген 1-дің квадраты плюс 1 бөлінген түбір асты 1. 5 минус 1 плюс 1 тең болады 5-ке. Мұнда жауабы D жауабы. Келесі 6-шысы. 6-шысында айтады. Дифференциалдың көмегімен табылған түбір асты 102 түбірінің мәні дейді. Ол бізде жоқ. 10,1-ге. Яғни жауабы D болады. Жоқ 10,1-ге. Келесі 7-шісі. Y тең 3 минус x квадрат плюс x куб функциясы графигіне абсциссасы x нолевой тең 2-ге болатын нүктеде жүргізілген жадабадық бұрыштың тангенсі дейді. Жалпы бізде тангенс фиіміз тең k-ға, ал k тең f x нолевойда. Демек, яғни туындысын тауып, соған x нолевойдың мәнін қою. Бізде x нолевойдың мәні 2-ге тең. Демек, f 2 тең болады. Туындысын тауып аламыз. 3 минус x квадрат плюс x кубтың туындысы тең болады. Минус 2x плюс 3x квадрат. Минус 2 көбейтілген 2 плюс 3 көбейтілген 2-дің квадраты. 2-дің квадраты 4. 4-ті 3-ке көбейтсек 12. 4 плюс 12 тең болады 8-ге. Демек, бізде тангенс фиіміз тең болады 8-ге. Жауабы D болады. Келесі 9-шы. Y тең 3-тен 1 x куб плюс 2-ден 1 x квадрат плюс 2x минус 1,6-дан 5 функциясы графигіне
x долевой 1, y долевой 1-ге тең нүктесіндегі жүргізілген шанаманың теңдеуін жазу қажет. Бізде x долевой тең 1-ге, y долевойымыз тең 1-ге. Бірінші fx долевойды, яғни f1-ді тауып жазып алайық. 3-тен 1 көбейтілген 1-дің кубы плюс 2-де 1 көбейтілген 1-дің квадраты плюс 2 көбейтілген 1 минус 1,6-5. 3-тен 1 плюс 2-ден 1 плюс 2 минус 11-ден 6-дан 11. Ортақ бөлімге берсек, ортақ бөлім 6 болады. 2 плюс 3 плюс 12 минус 11 кен 6. Енді осы f от x функциясының туындысын тауып, x-ті орта 1-ді қойып жазамыз. 3-те 1 x куб плюс 2-де 1 x квадрат плюс 2x минус 1,6-5-тің туындысы тең болады x квадрат плюс x плюс 2-ге. 1-дің квадраты плюс 1 плюс 2. Тең болады бұл 4-ге. Енді бізде y тең 1 плюс 4 x минус 1. Тең болады 1 плюс 4 x минус 4 тең 4x минус 3. Бізде бұл жауап А жауабына сәйкес келеді. Y тең 4x минус 3-ге. Келесі 10-шысы материалдық нүкте түзу сызықты. S тең 3-тен 2t куб минус 2-ден 7t квадрат плюс 5t плюс 10 заңымен қозғалады. Қозғалатын болса, онда оның уақыттың қандай мезетінде жылдамдығы 0-ге тең болады дейді. Яғни, осының туындысын тауып аламыз бірінші. Мұның туындысы 2t квадрат минус 7t плюс 5 дейді. Қандай уақыттың қандай мезетінде жылдамдығы 0-ге тең болады дейді. Осы шыққанды 2t квадрат минус 7t плюс 5-ті 0-ге теңестіреміз. Дискриминантын шешеміз. Минус 7 квадраты 49, минус 4 көбейтілген 5 көбейту 2. Тең болады 40, 49-да 40-тан айтсақ 9. Енді t1-ді табамыз. t1 7 минус 3 бөлінген 4 тең 1-ге. t2 тең 7 плюс 3 бөлінген 4 тең болады 2,5-ге. Бұл бізде С жауабына сәйкес келіп тұр. t1-іміз тең 1 секундқа, ал t2-іміз тең 2,5 секундқа.